Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ауылдың таза шұбатынан құрт қайнатып көрсететін боламын. Видеомды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазаныма осылай 20 литр шұбатымды құйып аламын. Күн ысыда шұбатты ешкім ішпейді, сондықтан да осылай қайнатып тастаймын. Қазанымның астын жағып жібердім. Енді қайнап кеткенше тасытып алмай араластырып отыру қажет. Қайнауға жақындағанда осылай беті көбіктенеді. Бірыңғай қайнап кеткенше осылай қасықтың көмегімен сапырып араластырамыз. Мінекей осылай қайнап кеткеннен кейін араластырмаса да болады, жай отта болу керек. Лапылдатып қиын көп салып жіберсеңіздер, онда шұбат тасып кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай бір қалыпты отта, бір қалыпты жаймен қайнағаны дұрыс. Енді кемінде осылай 3-4 сағат қайнатып, қалтаға құйып тастаймын. Ең ішінде осы құрт пен балқаймақ ұзақ қайнайды. Кемінде 6-7 сағатта дайын болады. Дәміне енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Мінекей шұбатым 4 сағат қайнады. Енді қалтаға құйып тастаймын. Қалтамды жарты сағат, 1 сағат бұрын суға салып қоямын. Сонда біздің құртымыз жақсы сүзілетін болады. Суын төгіп тастадым. Енді шелекке қалтамды кигізіп, шұбаттың барлығын құйып аламын. Негізі уақыт болса, бірден қайнатып алуға болады. Ауылда басқа да шаруалар көп, сондықтан да осылай тығыз даян кезде сүзіп тастауға жақсы. Қалтамның аузын жақсылап байлап аламын. Суы осылай ағып тұру үшін жоғарға іліп қоямын. Ертеңге дейін барлық сары суы ағып, құртымның өзі дайын болады. Тек секерін салып қайнатып аламын. Біздің бір күн уақытымыз өтті. Енді қалтамдағы дайын болған құртты салып, 200-300 грамдай дәміне қарай қантын қосып қайнатып аламын. Бір ескеретін жағдайды айта кетейін. Қазанның астын жұқа ағашпен не болмаса сиырдың түйенің тезегімен қайнатып алған дұрыс. Қидың қызуы сөніп болмайды, сондықтан жабысып қалуы мүмкін. Үйдегі газға қайнататын болсаңыздар, қалың қазанмен қайнату керек. Сонда сіздің құртыңыз өзінің бабында дайын болады. Енді дәміне қарай қантын қосамын. Біреулер қоспай жегенді ұнатады. Әркімнің өзінің талғамы бойынша жасай беруге болады. Неге біздің құртымыз дайын болды. Осылай бөлек ыдысыма салып аламын. Дәмі өте керемет болып шықты. Мен бұл құрттарды кептіріп шаймен жегенді ұнатамын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Алда әлі талай рецепттер саламын. Видеомды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.